қазақ театрын кәсіби деңгейге көтерген кім? Оның есімі Жұмат Шанин. 1926 жылы Қызылордада алғашқы қазақ театры құрылды. Бұл ұлттық өнердің жаңа белесі еді. Ал оның алғашқы режиссері Жұмат Шанин. Шанин ұлттық театрға жаңа режиссура келген жаңашыл тұлға. Ол қазақтың әнін, биін, жырын сахна тіліне айналдырды. Жұмат Шанин тек режиссер ғана емес, қазақ операсын сахналаған алғашқы тұлға. 1935 жылы Арқалық батыр операсы қойылды. Бірақ кеңес үкіметі бұл ұлы тұлғаны да аямады. 1937 жылы ол халық жауы атанып жазықсыз атылды. Оның еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Бүгінгі қазақ театры Шанин бастаған ұлы жолдың жалғасы. Ұлы тұлғалар есімі мәңгі есте. Жұмат Шанин қазақ сахнасының мәңгілік шырағы. Біз оны ұмытпаймыз.